Құрметті достар, мына Госреестр дейтін сайт бар, осыны жаттап алыңыздар, және мейлінше пайдаланыңыздар, өте пайдалы ақпарат. Мәселен, бір шенеуніктер сотталып жатады, оның дүние мүлкілері тәркіленеді, не болмаса кеденнен бір контрабандалық тауарлар ұстап жатады, нәски футболкаға дейін. Оның бәрін өздігінен ешкім сата алмайды, оның барлығы осы мемлекеттік сайтқа аукционға шығарылады. Бұл жеке сайт емес, мемлекеттік аукцион. Не болмаса мына үстел орындық болсын, бір әкімдік министрліктерде 5-6 жыл қолданған көліктерді айырбастау керек. Оларды ешкім өздігінен сата алмайды. Ашықтық болу үшін, сыбайлас жемқорлық болмау үшін осының барлығы мына сайтқа шығады. Мәселен, мына ішінде торговый площадка деген кіріп көрсеңіздер, жердің өзін қараңыздар, қандай бағада тұр. Біреу анау Қостанайда Арыста отырып бір дүкен ашқысы келеді, жер сататындарға барса жоқ дегенде миллион теңге сұрайды. Ол негізгі бағасы қанша екенін білесіздер ме? 29 мың теңге, 12 мың теңге толып тұр. Осындай арзан бағада сіздер тікелей делдалсыз сатып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Енді бұның ішінде техникадан бастап білмеймін не жоқ, бәрі бар. Бірақ ағартушылық жетіспей жатыр елдің ішінде. Өткенде осының басшылығына да айтқам, неге елге түсіндіру жұмыстарын жүргізбейсіздер? Қаншама дүние бар, арзан бағада ел алу керек қой деп. Енді орыс тілінде бар, енді түсіндіру жұмыстарын жүргізетіндер. Қазақ тілінде кішкене кенжелеу. Айтпағым осы, қазақ тілінде бірнеше сабақтан тұратын дәрістерін дайындап шығарыпты. Тренингпен шатастырып алмаңдар, 15 мың теңге бер деп ешкім сіздерге айтпайды. Өзінің белгіленген бағалары бар, 4,5 мың теңгеден түсіндіріп береді, бірнеше сабақтан тұрады. Осыны қатысып жаттап алыңыздар, артық етпейді, жақсы пайда табуға болады бұдан. Госреестр сайты деп айтылады, мемлекеттік сайт бұл, естен шығармайық.